Нағыз ұбт-да келетін сұрақтардың бірін талдайық. Алдымызда қайсысы ГУЛАГ жүйесінің ерекшелігіне жатпайды? ГУЛАГ бұл бізде басты жаңағы еңбек пен түзету лагерлерінің басшылығы екендігін береміз, яғни жүйесі. Сол жүйені бір сөзбен ГУЛАГ дейді. Главное управление лагерями, да? Вот как раз онда тегін еңбек күші келе ме? Шын мәнінде иә, тегін еңбек күші болды, оның көмегімен ақылысыз жұмысшыларды қолданды. Қатаң режим, шын мәнінде қатаң болды, онда өте кәдімгі түрмедей. Сайлау арқылы тұтқындардың өндіріс пен құрылысқа тартылуы. Шын мәнінде еңбекке тартылды, өндіріс, құрылыс салды, зауыт фабрикалар салды, келеді. А вот сайлау арқылы басқарылуы жатпайды, өйткені оны негізінен тікелей бекітілген адам нетеді, оны ешкім былай дауыс беру арқылы сайламайды. Логикалық келмейді ешкім ГУЛАГ жүйесіне. Так что Д жауабы мұнда как раз жатпайды. Мән берейік, жатады, жатпайды деген жерде жатпайды. Мұқият оқығандар жауап береді. А то кейбіреулеріңіз сіздер жатады деген ойлап қалып, сразу бірінші А екендігін белгілеп қоюыңыз мүмкін. Сол себепті Д-ға дейін жетіп, мұқият оқыған дұрыс жауап береді. Мұқият болыңыздар. Ал осындай қызықты және де маңызды ұбт-да келетін сұрақтарды талдауды тағы да көргің келсе, менің парақшама жазыл, және осы видеода лайк басып кет, комментарийға өз ойларын жазып кете аласың.